мемлекеттік университетіне қош келдіңіздер. Себебі қоғамдық өмірге белсене қатысып, және кәсіби деңгейі жоғары, білімді де білікті мамандардан тәлім тәрбие алып, еліміздің жарқын болашағына сүбелі үлес қосатын Қазақстанның болашағымыз. Арнау филология факультетінің 2-ші курс студенті Мұхаммед Тонқали. Бісміллә, албасталар ұлағатым, біз болмай ие болар мұрағатым. Ассалаумағалейкум, мұғалімдер студентін биікке шығаратын. Қалайсыңдар жиналған студенттер ақынына шапалақ ұралатын. Лекцияның кезінде ұйықтап қап, сессияның кезінде сыналатын. Ең бірінші параға кешігіп кеп, ал екінші парадан сұранатын. Электронды журналға баға түссе, Платонусқа кірерде қуаратын. Бұйырған 20 минут үзілісте мойынын асханаға бұралатын. Қалтаға стипендия түсе қалса, Рио мен бисквитке шығалатын. Ақша беріп жіберсе, ата-анасы Апшагаға ет май сүт ұналатын. Автобусқа проездной алмаса да 60 теңге бере сап жүре алатын. Заманауи модадан қалмаймыз деп құлаққа наушнигін тыға алатын. Главный сельхоз политех старипет боп қолына намыс деген туа алатын. Пысқырмай Мырзахмет пен Қасымскийді шоқанға түскеніне қуанатын. Көкшетау құт кетпеген шәйнегіңнен, қыздары асып түсер әйгерімнен. Шоқанның жұлдыздарын құттықтаймын, ендігі орын алсын жайлы өмірден. Әрқайсысы мақтауға тұрарлық жан, өнері өн бойына сай берілген. Аманай ағамыз бен Айман апай арнау айт деп қинады бай көңілмен. Арнауым егер менің хит боп кетсе, өнерде сәкім болмас әй жеңілген. Мен жұлдыз болмасам да осы күні ақындай қуанамын бәйге мінген. Жұлдыздар отбасына шықпасам да отбасы жұлдызы боп сай көрінген. Шығарса қайта-қайта сахнаға, эстрада жұлдызынан қай жерім келмейді.
кезіп жүрген мидаланы естелікке өлеңді сыйға алады. Ректор мен проректорлар, қолбасшылар әрдайым халқы қолдар бидананы. Мықты ұстаздар жатыр ғой білім беріп, әрине студенттерге сыйға алады. Коля ағайдың еңбегі елен еңбек, главный корпус маңайын жинағаны. Ішке кірсең тыныштық, мұқат қызын көре сала көңілді күй қалады. Осынау универмен мақтанайық, одан сайын құлпырар мейрам әлі. Студенттерді тексеріп көрейінші, ардақтаса көңілдің ширағаны. Шоқанды қане қалай құрметтейді Мұхаммед, оны бұлай ұйғарады. Шапалақ қаншалықты қатты соқса, Шоқанды соншалықты сыйлағаны. Бұл арнауым қапшы көлем, тоқталмай көмейімнен ақсын өлең. Бұл күні жастарымыз ғой біз жүретін ауыр үсті жеңілдің асты менен. Алдағы сессиядан аман өтіп студенттің білімі басты дерем. Барлығын қызыл диплом алындаршы, көңілім соншалықты тасты неден. Куратор атанадай, ал ұстаздар қайын жұрт секілді ғой басты берен. Біз үлкен жанұямыз, отбасымыз, әрқайсысы өзіне сақшы дерем. Барлығың бауырымдай болғандықтан, бәріңді шеттеріңнен жақсы көрем.
үлгі өнеге болсын деген мақсатпен ұйымдастырылып отыр. Сегодня в этом замечательном зале мы собрались на торжественный праздник, посвященный нашим студентам, которые отличились во время прошедшего учебного года в общественно-культурной и спортивной деятельности не только нашего университета, но и города, области и даже республики. Құттықтау сөз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, техника ғылымдарының докторы, халықаралық жоғары мектеп және ұлттық инженерлік академиясының академигі, профессор Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің ректоры Әбжапаров Әбдімәтәліп Әбжапаровна беріледі. Арналып отыр. Тәуелсіз елімізді мәңгілік ел ету жолында елбасымыз Назарбаевтың Қазақстан 2050 стратегиясы осынау мәңгілік жолдағы буындар бірлігінің, ұрпақтар сабақтастығының көрінісі. Тәуелсіз елді өз қолдарымен құрған буыннан басталған ұлы істерді кейінгі ұрпақтың лайықты жалғастыратынына кәміл сенемін. Бабалардың ерлігі бүгінгі буынның ерен істері және жас ұрпақтың жасампаздығы арасында сабақтастық болса ғана біз мәңгілік ел боламыз деген ұлағатты ұлы мақсаттарды негіздей келіп, барлық буын өкілдеріне үн қатады. 2050 жылға қарай әлемдегі 30 озық мемлекеттердің қатарына қосылудың басты факторы ғылым менен білім екені баршамызға аян. Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 21 ғасыр білім мен ғылым ғасыры болады деп текке айтпаса керек. Елбасымыз қазақстандық білім мен ғылым жастардың қолында екендігін және интеллектуалды ұлтты қалыптастыру туралы үнемі айтып келеді. Жолдауда көрсетілген ғылымға негізделген экономиканы құру үшін жастарды ғылымға тартуды мықтап қолға алу керек деп санаймын. Ол үшін сіздер сапалы әрі жүйелі білім алып, оқуда озат болып, қазақ елінің ғылым білімін асқақтата берулеріңіз керек. Сондықтан да ғылымды индустрияға жеткізу, оны өндіріске енгізу мәселесіне баса назар аударуымыз қажет. Бұл салада тек ғалымдардың күші ғана емес, өндірістің, индустрия өкілдерінің күш қайраты да керек. Олар да ғылымға қарай қадам жасаулары тиіс. Осы екі ортада тығыз байланыс орнату қажеттігі туындап отыр. Осыған байланысты ғылыми орталықтарда, белді университеттерде, оның ішінде Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінде де белгілі деңгейде жұмыстар жүргізіліп жатыр. Атап айтсақ, біріншіден университетіміздегі ғылыми зерттеу жұмыстарының бағыттары мен өзектілігі Қазақстан ғылымының дамуы мен аймақтың өзекті мәселелерінің басымдықтарымен сәйкес келеді. Екіншіден, білім ордасында дайындалатын мамандардың оқу жоспарлары европалық стандарттарға сәйкестендіріліп, академиялық дәрежелер халықаралық деңгейде танылған кредиттік технологияны енгізу арқылы академиялық ұтқырлық қамтамасыз етілген. 2005 жылы университет сапа менеджментінің жүйесін енгізді. Жоғары орынның оқу, тәрбие, кадрлық, қаржылық және де басқа үдерістерінің жоғары деңгейін растайтын ISO 9001-2000 халықаралық стандарт талаптарына сәйкестігін қайта сертификаттаудан өтті. Университетте Платонов оқу үдерісінің электронды басқару жүйесі қолданылады. Қазіргі уақытта бұл электронды жүйе оқу үдерісінің маңызды бөліктерінің біріне айналған. Европалық білім беру кеңістігіне енудің негізгі факторы халықаралық келісім және академиялық ұтқырлық бағдарламасы. Бұл бағдарламада университетімізде белсенді түрде жүзеге асырылуда. Сонымен қатар университетте темпус және эпосат бағдарламасы бойынша ресурстық орталықтар да жұмыс істейді. Болашақ мемлекеттік бағдарламасы бойынша оқытушыларымыз бен студенттеріміз шетелдерге барып білім алып, тағылым алулары өтіп жүр.
Сондай-ақ әртүрлі бағдарламалар бойынша 10-нан астам бірнеше миллиондық ғылыми жобалар ұтып алынды. Өткен жылы оқу ордасында өткізілген аттестациялау, халықаралық аккредитациялауда жақсы нәтижеге қол жеткізілді. Және де университеттің ішкі мүмкіншілігін барынша кеңейтіп, студенттердің еркін әрі сапалы білім алуына қолайлы жағдайлар жасау мақсатында университет басшылығы тарапынан көңіл бөлініп, заманауи жабдықталған жаңа кабинеттердің ашылуына мүмкіндік жасалуда. Міне осы аталғандардың бәрі де оқытушылар мен студенттер үшін жасалып отырған игілікті істер деп ойлаймын. 21-ші ғасырдағы дамыған ел болу, білімді, белсенді және денсаулығы мықты азаматтарды қажет етеді. Бұл ретте салауатты өмір салтының орнығуы, медицинаның дамуы қазақстандықтардың өмір сүруін ұзартады деген елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сөзін ұмытпауымыз керек. Университетіміздегі дәстүрлі түрде өткізілетін денсаулық спартакиадасы ең алдымен ел игілігі үшін елбасының ұлағатты ел саясатының ұстанымдарын жүзеге асыруымыз, сонымен қатар аталған іс-шараларға университетіміздің оқытушылары мен қызметкерлерінен құралған командалардың қатысуы жас ұрпақты тәрбиелеу үдерісіндегі үлгі-өнеге әрі салауатты өмір салтын насихаттаудың жарқын көрінісі. Биылғы оқу жылында Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетіне 1372 болашақ бакалаврлар, оның ішінде 768 студент күндізгі, 516 студент сырттай, 88 студент кешкі бөлімдерге оқуға қабылданды. Қуанарлық жайт, алдыңғы оқу жылдарымен салыстырғанда биылғы жылы жалпы республика бойынша бакалавриат пен магистратура бөлімдеріне қабылдау деңгейі жоғары болып, университетіміз көшбасшылар қатарынан көрінді. Сонымен қатар, Серпін 2050 білім гранты бағдарламасының аясында 150 талапкер біздің оқу ордамызды таңдап, мемлекеттік тапсырыс бойынша оқуға келіп отыр. Және де осы оқу жылында университетіміздің дайындық бөліміне шет елдерден, Монғолиядан, Қытайдан, Өзбекстаннан қазақ диаспорасының өкілдері, яғни 86 талапкер келіп білім алуда. Бұл да бір үлкен жетістіктің белгісі. Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев мемлекетіміздің ең бастығы байлығы білікті де білімді азаматтар екенін үнемі айтып, білім саласын жедел дамытуға миллиардтаған қаржы бөлгізіп, осыған орай қабылданған мемлекеттік бағдарламалардың іске асуын ерекше назарында ұстап келеді. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2014 жылы 11-ші қарашасындағы Қазақстан халқына арналған Нұрлы жол, болашаққа басқа жол атты жолдауында да білім саласына арнайы тоқталды. Қазақстанның болашағы мен ертеңін мықты білім ғылыммен қамтамасыз ету, адам капиталының білім ғылымның озық үлгілерімен жарақтандыру мәселесі арқылы білім беру жүйесіне зор жауапкершілік жүктеп отырғанын көрсетеді. Бүгінгі таңда қалыптасқан еңбек нарығы білімді шығармашылық деңгейі жоғары, өзінің теориялық білімі мен біліктілігін тәжірибе жүзінде қолдана алуға қабілетті мамандардың кәсіби даярлығының жоғары деңгейіне және сапасына қойылатын талаптарға өз әсерін тигізуде. Болашақ ұрпақ үшін заманауи әдістер мен технологияларды енгізу, білімге деген қолжетімдік аясын барынша кеңейту, білім сапасының деңгейін арттыру Қазақстанның одан әрі қарыштап дамуына үлкен үлес қосады. Жастар біздің болашағымыздың тірегі және қоғамның қозғаушы күші бола отырып, Қазақстанның осы күнге дейінгі бағындырған белестерін тереңнен пайымдай білуге, тұрақтылық пен татулықты, ел ынтымағын сақтай білуге, өткенді қадірлеп, жауапкершіліктің жүгін көтере білуі керек. Құрметті ұстаздар және студенттер, сіздердің әр күндеріңіз шығармашылық ізденістермен қатар
болашақта еліміздің мәртебесін жоғары көтеретін мәдениетті де білімді жастарды тәрбиелеуге арналып жүр. Барлықтарыңыздың денсаулықтарыңыз мықты болып, толағай табыстарға жете берулеріңізге тілектеспін. Білім мен ғылым жолына бағытталған ерен еңбектеріңізде абырой биігінен көріне беріңіздер. Марапаттау рәсімін бастаса, нұр үстіне нұр болар деген ойдамын. Олай болса, шапалақтарыңызды аямаңыздар. 21-ші жылы филология және педагогика факультетінің студенттерін марапаттаса, Сарсенова Ақмаржан Талғатқызы, Қазақстан студенттер альянсы қалалық штабының жетекшісі, Ақтөбе қаласында өткізілген дебаттық ойындарының призер в легкоатлетическом кроссе, член партии Нур-Отан. Кроссов Владимир Сергеевич, студент 3-го курса специальности переводческое дело, мастер спорта по переводу спорту, чемпион областных соревнований кулогер по армрестлингу и переводу спорту Астраханка 2014 год, бронзовый призер чемпионата Республики Казахстан по переводу спорту Астана 2014 год, серебряный призер чемпионата Республики Казахстан по переводу спорту Шымкент 2014 год, третье место в областном конкурсе лидер детского дома творчества Кокшетау 2007 год, победитель областных соревнований по армрестлингу Кокшетау 2014 год. Друзья, где же вы аплодисменты? Келесі болып Махамбеталиева Маржан Сағынайқызы марапатталады. Қазақ мектептерінде орыс тілі және әдебиет пәнінен оқытушы мамандығы бойынша 4-ші курс студенті қалалық ән жарыс байқауының 2-ші дәрежелі дипломмен марапатталады. Шапала! Перед Жанболатқызы, студентка 3-го курса специальности социальная педагогика и самопознание. Второе место в Петербургской студенческой олимпиаде по специальности социальная педагогика и самопознание. Член педагогического отряда «Юность». Награждается Ханым Азат Талғатова. Шетел тілі 2-ші балл бойынша оқытылады. Капитан команды Голливуд, обладатель кубка фестиваля «Фонтан», член студенческого театрального кружка «Жауқазы», игровой команды КВН «Жайдарма», Шохан Шәкірткері, член студенческого деканата. Следующим я хотел бы поздравить факультет естественных наук. Бурные аплодисменты. Педагожин Ерназар Аразович, студент 4-го курса специальности туризм, председатель культурно-массового сектора студенческого совета факультета, капитан команды КВН «Старпет». Немодина Ким Егорович, студент 3-го курса по профессии география, член студсовета, капитан команды КВН «Эспектайм», обладатель диплома Жандару от Али Назарбаевой, юный диджей. Мейманова Акбата Асылбековна, студентка 4-го курса специальности физика, диплом 1-й степени международной научно-практической конференции «Жастав Жене Голланд» 2014 год, диплом 1-й степени на городском конкурсе «Энджерес», член вокально-хоровой группы «Мечта». Келесі болып Төлегенов Жанбатыр Жануова марапатталады. Информатика мамандығынан 4-ші курс студенті. Алтын дауыс 2011 атты байқаудың қатысушысы. МИФ КВН командасының капитаны. Шапалақ достар! Жирнова Елена Валерьевна, студентка 4-го курса специальности информатика. Танцевальная группа «Коленка». 3-е место за участие на неделе науки и защите проекта. Бекайдарова Самал Болатқызы марапатталады. Биотехнология мамандығынан 3-ші курс студенті. Жасытан жастар қанатының мүшесі және де студенттік кеңесінің мүшесі. Итак,
Встречаем студентов факультета истории, юриспруденции, искусства и спорта. Бейсек Акын Серікұтова марапатталады. Тарих мамандығының педагогикалық 4-ші курс студенті, Шоқан Баққыбай командасының мүшесі, педагогикалық отряд «Әлем». Шарафутдинов Ринат Галеевич, студент 4-го курса специальности история, член сборной команды КВН, старший вожатый педотряда «Әлем». Рүстем Зарина Қайратқызы марапатталады. Юриспруденция, 3-й курс, член Альянс студентов Кокшетау, молодежного крыла «Жасотан», слушателем школы лидерства, добровольным волонтером филиала Казахстанский союз юристов, победителем конференции в рамках недели науки. Мажидов Дамир Амирович, студент 4-го курса специальности профессиональное обучение, предметная олимпиада, Дельфийские игры 3-е место, международный конкурс дарований в области дизайна одежды города Чебоксары, 1-е и 2-е места. Награждается Мухатов Алтынбек, физическая культура и спорт, 4-й курс, кандидат мастера спорта по вольной борьбе, чемпион республиканского турнира, посвященного Кажмукана Мунайпасова, призер чемпионата среди юношей. Встречаем студентов Аграрно-экономического института имени Садвакасова. Балгабек марапатталады. Студенттік кеңесінің мүшесі, мемлекеттік рәміздер, біздің мақтанышымыз атты 2-ші деңгейлі дипломмен марапатталған. Студенттер арасында өткізілген шахмат ойындарынан 2-ші орын. Судебов Берег Асылбекович, студент 4-го курса специальности финансы. 1-е место в областной спартакиаде «Синкар». КВС по боксу, обладатель образовательного гранта от Цеснобанка. Диплом 1-й степени за научную работу кредитования малого и среднего бизнеса. Диплом 1-й степени за научную работу оценочная деятельность в Республике Казахстан на современном этапе. Является членом Совета молодых ученых и студентов. Қуанышбай Мөлдір Өтегенқызы, ученый и аудит, 4-й курс, член Совета института, конкурс «Арта Аруа», 1-е место, диплом 2-й степени по науке, активист нашего университета. Калима Назира Полубекқызы, студент 3-го курса лесные ресурсы и лесоводство, член Совета института, 1-е место в соревнованиях по футзалу среди студентов в программе «Спартакиада первокурсник 2012», посвященный 303-й облайстрана. 1-е место в соревнованиях по волейболу среди студентов в программе «Спартакиада первокурсник 2012», активист института. Итак, дорогие друзья, следующий факультет техники и технологий. Оренбасар Тастан Полгатович, студент 3-го курса специальности горное дело, активист факультета. Бейсенбеков Бондар Косманович, вычислительная техника и программное обеспечение. 4-й курс, член ансамбля народных инструментов «Шагара», лучший студент факультета. Кощунова Альберик Ракомбердиевич, студентка 4-го курса специальности транспорт, транспортная техника и технологии. 1-е вице-минское ГУ 2012 года. Бронзовый призер Дельфийских игр в Республике Казахстан по направлению современной танец. Участница танцевального коллектива народный ансамбль современного танца «Шмрия» Тума. Итак, дорогие друзья, следующий музыкально-художественная студия. Хамид Мейрамбек Аманжол, студент 4-го курса специальности физика, член ансамбля народных инструментов «Шагара». Смайлов Есентур Мамырұлы марапатталады. Юриспруденция, заң тобы бөлімі бойынша 4-ші курс студенті. Университетіміздің ең белсенді студенті. Құрметті достар, осыменен марапаттау рәсіміміз өз мәресіне жетті. Бірақ та біздің университетіміздің белсенді студенттері сіздерге арнап
өнерлерін паш етуге асығып тұр. Сал сері өнермен қанаттанған, ән мен күй ақталса тақталған. Құрметті достар, естелік фото на память.